жатқан дәулеткелді бауырымыз ағамызды арнайы шақырамыз. Өтеген батыр ұрпақтары арнайы алаңға шығып бір ауыз ыстық ықылас жақсы сөзбен кезек береміз. Келе қойыңыздар. Hoş geldiniz deymiz, hürmetli ağalar. Mынау енді үлкендеріміз, ағамыз, ақсақалымыздан жақсы тілектер бастайды. Мархабат. Ассалаумағалейкум. Атажұрттан келген азаматтар мен келіншектер, жеңгейлер, апайлар, сіздерге мыңдаған рахмет. Атажұртта жүріп соларды іздеп, анда-санда болса да келіп кетіп зиярат еткендеріңіз үшін мыңдаған рахмет. Табиғаттың берікті шешен қылып, көзіндей көпке салдың көшеріп, мыңдаса рухматтай халқын беріп, сіздерді сақ-саламат етіп. Сіздерді көрген сайын Атажұрттың азаматтарының бай, қазыналы, мол, байлыққа ие екендігін көріп дәмеге боламын. Өзбекстанда біз өшірдіміз. Өзбекстанда туылдық, өстік, өндік, осынша дәрежеге жетіп, Аллаға мыңға шүкір, ешқандай кінәтамыз жоқ. Осылар өзбек халқына мыңдан рахмет. Өйткені өзбек Алаштан Сейілхан, Жайылхан деген екі туылар. Сейілханның сегізі да түркмен тарайды. Жайылханның Майқы деген бір туылар. Сол Майқылар Өзбек, Сапияр туылар. Өзбектер тарайды да Сапиярдан Қазақ, Созақ деген екі туылар. Созақтан Қарақалпақтар тарайды, Қазақтан қазақтар тарайды. Мынау өзбек өз ағарам, Сарқадарам, Татар маман деген сөз содан қалған. Сондықтан ғазиз достар, ардақтар, бұл дүниенің өзі өтпекші нәрсе. Ешкім жағдайда ата бағаны ұлы адам төрелімізді шыңыр атаны бергендеріңіз үшін мыңдаған рахмет. Соларға зиярат етіп, тәуелсіз мақсат еткен болса да зиярат етіп кеткендеріңізге мыңдаған алғыс айтамын. Сондықтан сендер Атажұртта жүріп, Өзбекстандағы қазақтарды ұмытпай, Өзбекстанда осынша қазақтар бар екендігін қазір біз бір мыңнан аса деп айтамыз. Дегенде 3 мың, 4 мың қазақтар Өзбекстанда жасайды. Атажұртында тұрған ата-бабадан 4 миллион қазақтар бар екендігі рас. Ешқандай жасырып емес. Сондықтан қош келіпсіздер, әзіз қалаңыздар. Аман болыңыздар. Әр уақытта жақсылықта кездесейік. Ұлылық сіздердің жан жолдастарыңыз. Рахмет. Біздің бірдей баламыз Жұмарата ағаның осы сонша жердегі құрамасы өткен болды. Енді бүгін Аллахымызды келіп, сізбен сізбен таныстықта, аға неше рет келіп іздесіз дейді. Мен балам бір жерде бір арман дейді да, сол төлеудің басына келіп, бір құрамақты кіргізеді. Сол менің арманым орындалды дейді. Енді бағана келіп Мүсіп ағамыз бар, бәріміз білесіз Қайрабаев. Ол кісі аға неше жерден қырық елден келді дейді. Бүрсіз қырық келді дейді. Сол сияқты айтайын, бәріміздің баламыздың ауранын қорғап жүрсін. Әрқашанда осы өзбек еліне көп рахмет. Себебі міне
қандай қонақжайлы біздің бабаларымыздың бастары қалай жақсы еңбек ұстап отыр. Сол сияқты Құдай қаласа денсаулық болып жатса осындай бабамызға жиі келсек те анасындегі бір осының абыралы бабам жүрсін. Жарылғасын бауырым саған көп рахмет. Үлкен тірліктің басында жүрсін. Біз енді сіздерге мынау елді сонша Қазақстаннан алып келіп, басын қосып, осындай тірлік жасап, осындай дастархан жасап, өткен адам қолға келе бермей, сол сияқты мен өте ризамын. Жауапкершіліктен осы ұйымдастырушы азаматтарға мың да бір рахмет. Ассалаумағалейкум, жан ұрпақтары. Басы биліктен түспеген, сөзі жерге түспеген. Мына Ташкент деген Өзбекстанның хан қаласы. Хан қалада бас қосып отырған жан ұрпақтары, ассалаумағалейкум. Төле би бабамыз айтқан екен, өзінің жамандығын біліп, содан ұялған адам жігіт адам деген екен. Айта келе жатқан екен. Қара қылды қақшаған жақсылардың белгісі деген екен. Қазбек бабамыз айтқан екен. Кедейлік жігіттен ақырына шейін бармай, байлық бірге тұрмайды. Сондықтан сыйластық деген екен. Сондықтан Өтеген баба Төле би бабамыздың бас батыр болған ұлы сол айтқан екен, Абылайдан сұраған екен. Көргенге сенесің бе, естігенге сенесің бе деп. Соны Абылай айтқан екен, естіген өтірік болар, көргенге сенемін. Сондықтан басымыз қосылып, жиналып отырмыз. Өзбекстан қалың қаласы Ташкентте. Мұны көргенімізден шын болғанымызға көзіміз жетіп отыр. Осы жерде осындай жиында бәрін жинастырып жүрген мына Жарылғасын ағамызға, басқа да осы жерде жүрген жігіттердің бәрін білемін. Рахмет айтқым келеді. Бұндай үлкен жиындардың басында жүрген адамдармыз. Бұны білеміз, қандай қиындықта тұратынын. Осы басқа елдер, басқа жерде осындай дастархан жайып, осындай елдің басын қосып, шығын шығармай, әлеміне өсіп атқарып жатқан өте керемет. Бұл да біздің жамыз бабаларымыздың тектілігінің екенін көрсетіп тұр. Міне бір адамдай, бір жағадан бас шығарып, бір жерден қол шығарып. Дұрыс па жігіттер? Осы ауызбіршілік дегеніміз, осы бір-бірімізді сыйлауымыз ешқашан кетпесін. Осындай осы жерде Мұрат ағамыз тұр мұны. Жамбыл ауданы, Жамбыл облысының Жамбылда төрағалық басқа да ағаларымыз отыр. Мына сайдың қасындай, сайдың қасындай. Соларымыз аман болсын, серкелеріміз аман болсын, серкелеріміздің артынан еретін жігіттер аман болсын. Ел аман жеткіш болсын. Көк байрағымыз аспанда әрдайым қалықтап, ата заңымыз орындап тұрсын. Ел ойлайтын, жер ойлайтын патшалар келсін. Соларды қолдайтын қошқардай қоштарға жігіттеріміз болсын. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Ендігі жылы осындай тағы да кездескенге Алла нәсіп етсін. Төрт көзімізді көріп, аға сізге рахмет, бәрі осы үшін отырген. Алла разы болсын. Құрметті көпшілік, бүгін мынау естіртіп келіп жатқан бауырымызға мынау библиотекасына қойсын деп Төле бидің 7 томын табыс жасап деп отырмын. Рұқсат болса, өзіңізге де 7 томды оқисыз.